Пиязбен емделуге де болады. Суық дегенде қазақ халқының санасына ең алдымен пияз келеді. Пияз немесе сарымсақ. Расында да пияздың көптеген аурулардан айықтыруға ықпал ететін мүмкіндігі бар. Тек суық дегенде ғана емес, одан да ауыр сырқаттарға душар болғанда да зор әсері бар. Пияз несімен жақсы? Бұл барлығына да қолжетімді көкөністердің бірі. Оны гипертониялық ауруларда, атеросклерозда, тіпті инсульт кезінде де жәрдем береді. Пиязбен емделу тәсілдері көбіне созылмалы бронхит, тұмау, ангина, өкпе қабынулары кезінде қолданылатыны белгілі. Кейбір адамдар пиязды іріңдеген жараны кетіру үшін де қолданады. Сыздауық немесе тағы да басқа осыған ұқсас суықтан пайда болған ауруға ұшырағанда пияз қабығын қыздырып, жара үстіне таңып қойса, тез арада іріңді сорып алады. Пияздың құрамында көптеген пайдалы дәрумендер бар. Олар улы заттарды ағзадан шығарып, жағымсыз әсерлерге төтеп береді. Соңғы зерттеулер пиязды көп тұтынатын әйелдер жамбас және буын ауруларынан қорғалған екенін көрсетті. Пияздың құрамында С дәрумені болғандықтан теріге және шаштың сұлулығына жақсы әсерін тигізеді. Бұл өнім қайызғақты кетіреді және шашты күшейте алады. Пайдалы қасиеттеріне тағы мыналарды жатқызуға болады. Ағзадағы қанттың мөлшерін төмендетеді. Жүйке жүйесін жайландырады. Пияз шырыны бұл тұмаудан қорғайтын табиғи антибиотик. Пияз қышқыл болғандықтан асқазанның шырышты қабығын тітіркендіреді. Сол себепті гастрит пен ойық жарасы бар адамдарға жиі жеуге болмайды. Шамадан тыс қолданғанда астманың басталуы немесе қан қысымының жоғарылауы мүмкін. Өт, бауыр және бүйрек аурулары кезінде аз мөлшерде пайдалану керек. Әр нәрсенің пайдалы тұсы болғандай, оның зиянды тұсы да болады. Бауыр, бүйрек, жүрек ауруы бар адамдар да пиязды абайлап қолданғаны жөн. Пияздың дене қызуын түсіретін қасиетке ие екенін білесіздер ме? Егер дене қызуыңыз түспей жатса, бір пиязды екіге бөліп, табаныңызға қойып қойыңыз. Егер үйде біреу тұмау болса, дереу пиязды аршып, бөліктерге бөліп әр жерге қойып қойыңыз. Пияз тұмау вирусын өзіне сіңіріп алады, басқа адамдарға жұқпауына алдын алады.